Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының кітап қоры жаңа кітаптармен толықты. 2021 жыл балалар әдебиеті жылы болғандықтан табиғат тақырыбындағы балаларға арналған 3-ті, 4-ті форматындағы виртуалды кітаптар кітапхананың кітап қорына келіп түсті. Қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген қазақ жерін мекендеген алып жануарлар атты кітап 2018 жылы Астана Big Dream баспасынан шыққан. Қазақ жерін мекендеген алып жануарлар атты виртуалды кітаптың беттерінде көне замандағы жыртқыш тиранозавр, алып мамонт пен мүйізтұмсық тіріліп, ғажайып кезеңді көз алдыңа келтіреді. Уақыт бойынша саяхат жаса және тарихтан бұрынғы жануарлармен суретке түс. Жаныңда тарихта аты қалған динозавр серуендеп жүргенін тамашала. Сонымен қатар, орыс тіліндегі 4-ті форматында шыққан «Любимые животные и птицы в странах мира», «Удивительные динозавры планеты», «Динозавры» атты энциклопедия, «Астрономия, Вселенная и космос» атты кітаптардан миллиондаған жыл бұрын жер бетінде пайда болған жануарлардың тарихы, түрлері мен қоректенуі, өмір сүру салты туралы және аспан әлемі жайлы толық мәлімет алуға болады. Өте қызықты мәліметтер келтірілген. Мобильді құрылғының камерасы арқылы Big Dream мобильді қосымшасын қосып, кітаптардағы анимацияға жан бітіруге болады. Барлықтарыңызды кітап оқуға шақырамыз. Это Солнечная система. Ее также называют планетарной системой. В центре Солнечной системы расположена звезда, которую мы называем Солнцем. Вокруг Солнца по своим орбитам двигаются 8 планет. Меркурий – самая малая и близкая к Солнцу планета и вторая из самых горячих планет. Венера – 3-я планета от Солнца, а также самая горячая и яркая планета в Солнечной системе. Земля – это 3-я планета от Солнца и единственная планета, где есть органическая жизнь, которая возникла почти 3,8 миллиардов лет назад. На Земле живут 7,6 миллиардов человек. Земля окружена газовой оболочкой – атмосферой. Атмосфера состоит из 78% азота и 20% кислорода и других элементов.